يا الله يا رحمن حقق آمانينا وفقنا في كل آن في مسارنا. Медина қаласынан Мекке қаласына кіші қажылық жасауға шығатын күн. Яғни бәріміз қонақ үйден ер адамдар ихрам киімін, яғни екі ақ матаны оранып, әйел адамдар шариғат рұқсат еткен өздерінің кең киімдерін киіп, бәріміз қонақ үйден дайындалып шығамыз. Өйткені миқат, яғни ихрамға ниет ететін жер Медина қаласынан шыға беріс жерде. Сол себептен бәріміз қонақ үйден дайындалып шығамыз. Арнайы ыңғайлы автобустарға отырып, Мекке мен Мединаның арасы 450 шақырым жер. Бәріміз қонақ үйден шығып, автобусқа отырып, Медина қаласынан шыға беріс жерден тоқтап, бәріміз кіші қажылық, яғни умра жасауға ниет етеміз. Ол жерде біздің жол бастаушылар тоқтап бәрін тағы да түсіндіреді, және де естеріңізге сала кетейік, лаббайка аллахума умратан деп ниет ету керек болады. Яғни, Алла, міне мен сенің алдыңдамын, кіші қажылық жасауға ниет еттім деген сөзді айтып, бәріміз Медина қаласынан Меккеге аттанамыз. Ол жерде екеуінің арасы 450 шақырым, жаңа айтып кеткендей, жолда бір жерден тоқтап намаз оқимыз, тамақтанамыз, және де ол жердегі құлшылықтың түрі сол Мединадан Меккеге барғанша, Қағбаны көргенше тәлбия сөздер айтылады. Яғни, лаббайк аллахума лаббайк, лаббайка ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк ла шарика лак. Яғни мағынасы, Алла, міне сенің алдыңдамын. Алла, міне сенің алдыңдамын, сенің ешбір серігің жоқ. Барлық мақтау саған болсын. Мендегі бүкіл нығмет сенен. Егерде сен маған бұл нығметті бермегенде, мен бұл жерге келе алмайтын едім. Және де бүкіл биліктің егесі сенсің. Және де не? Ла шарика лак, сенің ешбір серігің жоқ. Осы сөздерді айтумен Қағбаны көргенше тәлбия сөздері тоқталмайды. Алла нәсіп етіп, түнде Мекке қаласына жетеміз. Мекке қаласына аман есен жетіп алғаннан кейін баршамыз қонақ үйге орналасып, сол жерде өздеріңізбен ақылдасамыз. Көбінесе біз осы кіші қажылықты, яғни умраны түнде істегенді жөн көреміз. Яғни қатты ыстық болмайды, адам аздау болады деген сияқты. Енді оның бәрі сол жерде өздеріңіздің жеке жол бастаушыларыңызбен ақылдасып істелетіңіз. Бірақ жалпы айтып кетейік, түнде жеткеннен кейін, қонақ үйге орналасқаннан кейін сіздермен бірге барып, кіші қажылық рәсімдерін орындаймыз. Ол дегеніңіз, жаңағы тәлбияны қонақ үйден шығып, Қағбаны көргенше айтып барасыздар. Қағбаға жеткеннен кейін, Қағбаны 7 рет тауып жасайсыздар. 7 рет тауып жасап болғаннан кейін 2 ракағат намаз оқылады. Одан кейін Сафа мен Маруаның арасында, яғни сағи деп аталып, 7 рет жүреді. Осы 3 нәрсені істеп болғаннан кейін, соңғы нәрсе шаш қысқарту рәсімі қалады. Ер адамдар арнайы сол жерде шаштараздар бар, сол жерден алдырса болады, болмаса бөлмелеріне де барып алса болады. Әйел адамдар болса, бөлмелеріне барып, шаштарын буып, ұшынан бір елі, яғни 1 сантиметр мен қайшымен кеседі. Осы сәттен бастап ихрам халінен шығады. Яғни оның алдында ихрамда істеуге тыйым салынған заттардың бәрі рұқсат етіледі. Осымен умра рәсімдері аяқталады. Арғарай сіздерде 2 бос күн болады. Ол кезде атқарылатын ең абзал амалдар 5 уақыт намазды Қағбада Әл-Харам мешітінде оқу.